Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube көрермендер. Видеоға лайк басып, каналға подписка жасап отырыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз жұбыңызбен пауза или конец дегенді көретін боламыз. Бірінші, бұл расклад сіздердікі ма жоқ па біліп алу үшін қазіргі сәтте сіздердің энергетикаларыңызды көріп алайық. Қазір сіздің өміріңізде не болып жатыр, жігіттің өмірінде не болып жатыр. Энергетика жалпы қалай жігітте. Қазір бұл ер адамда отбасылық өмір жағынан бір өзгерістер болып жатыр. Бұл ер адамда ажырасу немесе бір махаббатқа сенбеу деген сияқты бір қатты сезімді басынан өткеріп жатырған жоқ қазіргі сәтте. Яғни бұл жігіттің өмірінде махаббатты тұншықтыру, көбінесе өмірін басқа жаққа қарай бұру деген сияқты нәрселер болып жатыр. Енді сіздің энергетикаңызды көрейік. Сіздің энергетикаңызда сіздің өміріңізде екі ер адам болуы мүмкін. Қайсысын таңдасам екен деген сияқты. Және көңіл білдіріп жүрген адамдар да болуы мүмкін. Көлігі бар болуы мүмкін. Немесе сіздің көлігіңіз бар болуы мүмкін. Яғни сіз қазір немесе бір көлік алайын ба алмайын ба деген сияқты. Сонда екі ойлылықта болуыңыз мүмкін. Кездесуді күтесіз, негізі ер адам тарапы жағынан әрекетті ойлап тұрсыз. Яғни ол хабарға шығып келетін болса, мен қандай шешім қабылдаймын, яғни оны қабылдаймын ба, қалай қабылдаймын, жаңағыдай құшақ жая қарсы аламын ба, жоқ әлде ренжігенімді білдіремін ба деген сияқты сондай ойлар қаптап тұр сізде. Егер де бұл тура келетін болса, онда бұл сіздің раскладыңыз деген сөз. Жеке қаласаңыздар, жеке WhatsApp нөмерге шықсаңыздар болады. Толық өткеніңізді, қазіргіңізді, болашақты көретін боламыз. Скидкамен көреміз. Енді пауза или конец көрейік. Қарым-қатынастарыңызда пауза немесе конец. Сізде қазір екі ер адам болуы мүмкін. Ықтималдық өте жоғары. Екеуімен де қарым-қатынасыңыз жақсы болмауы мүмкін. Ойлап отырған адамыңызбен қазір сіз екі ер адамды ойлап отырған болуыңыз мүмкін. Бірақ нақты бастан ойлап отырған ер адамыңызбен қарым-қатынас болмайды ма деген сияқты қорқыныштар, уайымдар, немесе сіз туралы жаман ой ойлап қалады ма деген сияқты ойлар көп болып тұр. Яғни сіз басқа ер адаммен қарым-қатынас жасағыңыз келмей тұр. Егер де сізде бір ғана ер адам болатын болса, сіз басқа ер адаммен қарым-қатынас жасағыңыз келмей тұр. Яғни сол бір ер адамды күтіп тұрсыз, уайымдап тұрсыз. Бір жағынан қарым-қатынастарыңызда сіздерде уақытша тоқтау, яғни пауза. Алдағы уақытта әрекет болады, сізге қарата хабарға шығу болады ер адамның. Сіздерде қарым-қатынастарыңыз уақытша тоқтауда. Өйткені бұл жерде қайтадан хабарға шығу, қайтадан жаңалықтың келуі сізге қарата, және де туз кубковый картасы түсіп тұр. Қайтадан сізге бір көңілін білдіріп, қайта келуі көрсетіліп тұр. Бірақ бұл шынайылығы деп айта алмаймын. Яғни өте жаман ер адам деп те айта алмаймын. Кішкене қулығы бар. Сізге шынайылықты айтпауы мүмкін. Жасырғандары бар болуы мүмкін деп көрсетіліп тұр бұл жерде. Алдағы уақытта сізге хабарға шыққанда бір қулықпен маска киіп деген сияқты солай хабарға шығуы мүмкін. Әрекетін жасауы бар деп көрсетіліп тұр. Қарым-қатынастарыңызда сіз оған кішкене сенбеуіңіз мүмкін. Яғни жүрегіңіз жаралануы мүмкін. Сіз өзіңіз іштей түсініп тұруыңыз мүмкін. Яғни бұл ер адаммен болашақ жоқ, үйлену жоқ деген сияқты, немесе ұзақ тұрақты қарым-қатынас жасай алмайды бұл ер адам деген сияқты уже сіз миыңызбен біліп тұрсыз, яғни ақылыңызбен түсініп тұрсыз, бірақ жүрегіңіз жібере алмай шатасуда болатындығыңыз көрсетіліп тұр алдағы уақытқа. Сол себепті сізде бір нақты шешім әзір жоқ деп көрсетіп тұр. Сіз оны күтесіз, шынайы болғанын қалайсыз, сіз де оған шынайы боласыз, бірақ соңында көңіл қалу сіз тарапы жақтан болып қалады. Яғни сіз шатасып, көңіліңіз қалуыңыз мүмкін деп көрсетіліп тұр. Яғни сіз бұл ер адамнан үлкен нәрсе күтесіз, бірақ ол ер адам сізге ойлағаныңыз нәрсені жасамайды, бермейді деген сияқты. Қарым-қатынастарыңызда уақытша пауза деп айттық.
одан кейін қарым-қатынас жасау болады, бірақ одан кейін де сіздерде бір тағы да пауза болу ықтималдығы өте жоғары болып тұр. Одан кейін қарым-қатынастарыңыз пауза болады ма, тоқтайды ма, белгісіз. Яғни сіздер қазір паузадан шығып қарым-қатынас алдағы уақытта жасайын деп тұрсыздар. Одан кейін шамалы уақыт бір аптадай қарым-қатынастарыңыз жақсы тығыз болады. Қайтадан жігіт үнсіздікке кетуі мүмкін. Қайтадан жігіт жаңағыдай хабарға шықпай бір өзімен өзі кетуі мүмкін деп көрсетіліп тұр. Бір аптадай нормальный отношение, одан кейін қайтадан қарым-қатынастарыңызда ер адам үнсіздікке кетіп өз-өзімен болып кету көрсетіліп тұр. Ары қарата ер адамның шешімі қандай болады, нақты қашан қарым-қатынасты үзеді сізбен, немесе үйленуге дейін алып барады, соның барлығы қызық болатын болса, онда жеке WhatsApp номеріме шықсаңыздар болады. Лайк басып подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.